Армысыздар, аудан тұрғындары. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Замир қоғамдық бірлестігінің президенті, ағылшын тілді гид Егенбердиев Рүстем Бейбітұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Ең бірінші сұхбатты бастамас бұрын қалың оқырманға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Рүстем Егенбердиев. Замир қоғамдық бірлестігін басқарамын. 2015 жылдан бері, 2011 жылдан бері ағылшын тілді гидпін. Ақсу-Жабал қорында жұмыс істедім. Негізгі мамандығым, бірінші мамандығым ағылшын тілі мұғалімі, екінші мамандығым эколог. Жалпы осы Түлкібас ауданының тұрғынымын. Бүгінге дейін туризм саласына ерекше үлес қосып келесіз. Жалпы осы туризм бағытына келуіңізге не себеп болды? Енді туризмге келу сол менде Ақсу-Жабал қорығындағы жұмысымнан басталды. Сол жерде мемлекеттік инспектор, гид экскурсовод болып жаңағы жұмыс істедік. Экскурсовод нұсқаушы болып. Сол жерде туризмге келуім басталды десем болады, 2011 жылдан бастап. Жалпы мамандығыңыз қандай? Мамандық жаңа айтып өткендей, бірінші мамандығым ағылшын тілі филологиясы, яғни мұғалім. Екінші мамандығым сол эколог. Сізді таныстырардан бұрын Замир қоғамдық бірлестігінің президенті деп айтып өттік. Жалпы осы қоғамдық бірлестік туралы толық ақпарат берсеңіз. Қоғамдық бірлестік, бұл Замир қоғамдық бірлестігі 2003 жыл жабағылауында құрылған, жалпы экологиялық жобалар жасауға. Кейіннен оны ол жерде біраз волонтер болып, 2014-15 жылдан бастап басқаруды бастадық. Ол жерде енді жалпы миссиясы Түлкібас ауданында әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру. Қазіргі таңда бірнеше жобаларды да іске асырып қойдық уже. Жалпы біздің Түлкібас өңірі табиғаты ерекше өңірлердің бірі ғой. Біздің ауданда туризм бағыты қай деңгейде дамып келеді деп ойлайсыз? Туризм бағыты даму жаман емес, бірақ әлде дамытатын нәрселер көп. Бізде білесіздер өздеріңіз, қорығымыз бар, ұлттық паркымыз бар, табиғи және тарихи ескерткіштеріміз бар. Жалпы дамытуға мүмкіндік көп. Ал туризм саласын қалай бағалайсыз өңірдегі? Туризм саласы бізде енді дамып жатқан нәрсе ғой, әсіресе мынау ішкі туризм пандемиядан кейін басталды деп айтуға болады елімізде. Сол 20 жылдарда пандемия болғаннан кейін ішкі туризм қатты дамыды. Бірақ әлі де бізде дамытатын, өзгертетін нәрселер көп. Әлі халықтың саяхаттау мәдениетін әлі де көтеруіміз керек сияқты. Туристерді өңірімізге тарту үшін не істеу керекпіз? Енді егер өзіміздің туристер туралы мен көп айта алмаймын, шетелдік туристермен көп жұмыс істегендіктен, шетелдіктердің қызығатын нәрсесі ол нағыз өмірді көру, нағыз ауылдық өмірді көру, нағыз ауылдық адамдардың тұрмысын көру. Жалпы Қазақстанға келіп, шетелдікті алып келіп 5 жұлдызды қонақ үйге немесе қымбат ресторанға апарып таңғалдыра алмаймыз оларды. Ауылымызды көрсетумен, табиғатын көрсетумен, жалпы күнделікті тұрмыс тіршілігімізді көрсетумен, одан бөлек жаңағы өзім айтып өткен Ақсу-Жабал қорығы бар бізде, Сарымөгім ұлттық паркінің небір кереметтері бар, өздеріңіз білесіздер. Ауданымыз Алатау мен Қаратау қауышқан жерде, өзіміз Швейцариямыз деп мақтанамыз. Көрсететін нәрсеміз көп, дамытатын нәрсеміз көп деп есептеймін. Осы туризм саласына еңбегі сіңген азамат ретінде жалпы біздің өңіріміздегі туризмді дамытуға кедергі болатын мәселелердің тізбегін айтып беріңізші. Енді мәселе дегенде мен туризм саласын қатты дамытуға еңбек сіңірдім деп айту бір артықтау болатын шығар, бірақ шамамыз келгенше ауылымызды, өңірімізді көрсетіп жүрміз. Бізде сол сәл кедергі болатын нәрсе, кейде бір шетелдік туристерді көрген кезде такси ағалардың алдағысы келіп тұратыны, сәл мәдениетіміз төмендік болғандықтан басқа нәсілдіні көргенде қол шошайтып сәл күлетін азаматтар бар енді арамызда. Ол енді өзіміздің қателігіміз шығар, көп нәрсені түсіне бермейтін. Бірақ әлде сол нәрселер жөндесек, бір туристі көрген кезде жымиып күліп қош келдіңіз деп айта салу қиын нәрсе емес. Сол сияқты мәселелер жөндесек, дамып келе жатыр туризм. Қазір бізге адамдардың саны жылдан жылға артуда, келушілердің, сондықтан ойлаймын болашақ жақсы деп. Шетелден келушілерден қандай пікірлер жиі естисіз? Шетелден келгенде біздің алып жүретін шетелдік туристердің жалпы жүретін жерлері көп. Олар Алматы облысын көреді, Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Ақтау жақта қазір Маңғыстау облысын көріп жатыр. Орталықты көретіндер бар. Сонда енді айтатындары Қазақстан өте үлкен дейді. Әрине
біз 9-шы үлкен мемлекетпіз әлемде. Біздің елді аралау оңай емес, бірақ олардың айтатыны шөлді де көрдім, тауды да көрдім, елді де көрдім, елсізді де көрдім деп мақтанып жатады, жаңағы көрген жерлерін айтып мақтанып жатады. Сондықтан елімізді енді мақтан тұтуға болатындай туризмді дамытуға болады деп ойлаймын. Ал енді қоғамдық бірлестікке қарай ойыссақ, жалпы Замир қоғамдық бірлестігі қандай жобаларды жүзеге асырып келеді күні бүгінге дейін? Енді жаңа атап өткенімдей, бұл қоғамдық бірлестік жабағылауында бірнеше экологиялық жобаларды жасаған болса, 2015 жылдан бері біз ұйымдық даму бойынша мемлекеттік бағдарламаларға қоғамдық мониторингтер ұйымдастыру бойынша жобалар жасадық. Былтыр ғана біреуін жасадық, мемлекеттік бағдарламаларға мониторинг. Одан бөлек Замир қоғамдық бірлестігі, айта аламын, Қазақстанда ең бірінші белсенділер клубын құрған ұйым болып есептеймін, ұйымымыз деп есептеймін. Белсенді азаматтарды жинап әр ауылдан, сол ауылдың мәселелерін шешу жолдарын қарастырып, ол кісілерге оқудан өткізіп, жалпы біздің ауданда белсенділер клубы деген кішкентай клубымыз бар. Ол жерде әр ауылдың біршама азаматтары білім алып, жалпы халықтың арасындағы, жалпы ауылымыздағы кішігірім мәселелерді шешуге атсалысып, әлеуметтік жобалар жасап жүрміз. Алдағы жоспарлар қандай? Бір жақсы жоспарымыз бар, енді оны бөлісе берсек болатын шығар, әліге дейін ешкімге айтып не алған жоқпыз. Қазіргі таңда Замир қоғамдық бірлестігі Түлкібас ауданы әкімдігімен бірге туристік ақпараттық орталық деген ашуды жоспарлап отырмыз. Ол жерде өзіміздің тұрғындарға, келушілерге, қонақтарға тегін ақпарат таратылатын жер болады. Ол жерде біздің ауданда не көруге болады, қай жерге баруға болады, қалай тур ұйымдастыруға болады, немесе жаңағы демалыс орындары, санаториялар бойынша біз тек ауданымыз емес, облыс көлеміндегі ақпаратты тегін таратумен айналысатын боламыз. Сонымен қатар ол жерде ауданымыздың брендін дамыту мақсатында кәдесыйлар сатуда жоспарлануда, яғни сувенирлер. Мынау әкімшіліктің алдындағы ғимарат, сол әлі ашылған жоқ, енді ашылды. Ашылу қай уақытқа жоспарлап отырсыздар? Енді аз қалды, енді ол жерді біз аудан әкімдігінен жаңағы жалға аламыз, содан жақында ашылады. Өте керемет жоба екен, жалпы жастарды осы туризм саласына тарту үшін қандай бір жаңа жобаларды ұсынар едіңіз? Жастарды тарту бойынша біздің ұйым қазір өзіміздің ауданда мына саяхат колледжі деген бар, агробизнес және саяхат колледжі, оларға хат жолдадық, енді күтіп отырмыз жауабын. Меморандумға тұрайық, жастарды бізге практикаға беріңіздер. Сол туристерге қызмет көрсетіп жүрген азаматтарымыз бар, мен өзім де қызмет көрсетемін. Сонымен қатар жаңағыдай жобаларымыз бар. Сол колледжде оқып жатқан студенттер келіп бізден практиканы өтуге мүмкіндіктері болып жатса, жұмыс істеп жатса, енді жастарды қазір ақшамен қызықтырасың, ақша көп табасың деп айтсаң болады, бірақ енді жастар бірден көп айлық сұрайды, кейде енді ол мүмкін емес, бірінші үйрену керек деген сияқты. Жалпы жобалар көп. Ақсу жабағылы қорығында мен істедім қаншама жыл, ол жерде керемет жұмыстар атқарып жатыр. Осы жастарымыз сол жерде практикадан өткізіп, жалпы жастарға мүмкіндік көп туризмде. Туризм саласы ол жалпы еліміздің бір болашағы деп ойлаймын. Өйткені ол жерде туризмді дұрыстап дамыта білгенде еліміздің экономикасына үлкен үлес қосуға болатынына сенімдімін. Ағылшын тілді гид ретінде осы күнге дейін бір ерекше есте қалатын оқиғаларыңыз болды ма қызмет барысында? Енді ерекше ойда қалатын оқиғалар көп, бірақ енді мен енді мақтануға да болатын шығар, мақтанып айтатын бір мәселе бар. Бізде 2016 жылы Замир қоғамдық бірлестігінің аясында әжелер клубы деген еріктілер клубы құрылған. Әжелеріміз кимешектерін киіп, жаңағы әртүрлі шараларға қатысып, әртүрлі кәдесыйлар, сувенирлер жасап, баяғы мынау Қызғалдақ фестиваліне қатысып сөйтіп жүрген кезде бір итальяндық топты мен алып жүрдім 2017 жылы. Солар айтты, бізге бір ерекше нәрсе керек болып тұр, сенің үйіңнен бар тамақ ішсек болады ма деді. Мен өзім Шарафкент ауылының тұрғынымын. Сонымен анашыма звондап айттым, қоңырау шалып жасай аламыз ба осылай деп едім. Әрине болады ғой деді. Сонымен айттым, жаңағы апаларды айтайық деп апаларыма айтып едім. Ой, күтіп аламыз деді. Сонымен туристерді үйге алып бардым.
апаларымыз шашу шасып қарсы алды. Содан кейін бауырсақ пісіріп көрсеттік, табанан пісіріп көрсеттік, үйдің ішіне кіріп бешбармақ бердік. Сол кезде қатты таңғалды олар. Және сол кездегі сол группаны, сол топты алып жүрген адамның айтқаны біздің торымыздағы ең бір жарқын сәт осы болды деді. Және ол қазір бізде Шарафкент ауылында сол мәселе кішігірім әлеуметтік бизнеске айналған. Сол әлеуметтік бизнес арқылы апаларымыз сол кішігірім тапқан ақшаларын ауылдың керек жарағына жұмсайды, өздерінің жобаларына жұмсайды. Қазір айына 2 группа, 3 группа солай келіп жатыр. Бір топ келгенде барып материал түсірсеңіздер де болады. Сол шетелдіктерді біз солай күтіп жібереміз. Сол бір ерекше нәрсеміз бар ауылда. Енді қазір мынау аудан әкімі де басқа мынау басшылар жалпы не істеп жатыр ғой, енді туризм дамытамыз деп әрекет жасап жатыр. Әрекеттері жаман емес. Болашақта біздің Түлкібас әлі мыңдаған, миллиондаған туристер келетін жерге айналатынына сенімдімін мен. Жалпы қазіргі жастардың көбісі ағылшын тілді гид болғысы келеді. Көп жастар ниетті сол. Сондай жастарға қандай бір бағыт бағдар, ақыл кеңес берер едіңіз? Енді жастарға айтар едім, ол гид болу тек тіл білу емес. Бізде енді болады кейде ағылшын тілінде жақсы сөйлейтін, болмаса француз тілі болсын, итальян тілі болсын, тіл білген адам гид болуға мүмкіндігі бар, егер де тарихтан білімі болса, этнографиядан білімі болса, жалпы салт дәстүрді білу, тарихты білу, географияны білу әрине, өсімдіктер бар, жануарлар бар, яғни флора фаунаны біле білу, яғни биология деген сияқты жаратылыстану. Жалпы менің ойымда бұл гид деген және психолог бір жағынан. Менің ойымда былай айтар едім, гид болу, яғни туристерге нұсқаушы болу, ол бір елдің айнасы болумен тең нәрсе. Өйткені елге келген шетелдік туристер сол гид арқылы, сол алып жүрген жүргізуші арқылы ел туралы ойларын түйіп кетеді. Сондықтан жан-жақты болу өте маңызды. Тек тіл біліп мен гид болып кетем деген ол бір жалған түсінік болып, дұрыс емес түсінік болады деп ойлаймын. Өйткені жан-жақты бола білген жағдайда, адамдармен тіл табыса білген жағдайда жақсы гид болуға болады деп есептеймін. Және жастарды жалпы елін сүйетін жастарды осындай жұмысқа шақырамын. Келсе мен үйретуге әрдайым дайынмын. Шәкірттеріңіз бар ма бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда шәкірттер бар, бірақ негізінен оқушылар. Өйткені қысты күні енді біз гид деген бізде жұмыс болмайды, былайша айтқанда. Мынау ағылшын тілі курсы бар ауданымызда, сол жерде мен сөйлеу сабақтарынан сабақ беремін қысты күні. Сол жерден бір-екі оқушыға ата-анасымен жаңағы сенімхат алып, бір-екі ретті алып шығып, олар туристерді мен қалай жүруді үйретіп жүрген жайым бар арасында. Енді көп емес, бірақ бір 3-4 оқушым қазіргі таңда біраз нәрсе үйреніп қалды. Қазақстанның болашағын немесе ауданның алдағы 5-10 жылдағы туризм саласын қалай елестетесіз? Енді жаңа алдында айтып өткенде, егер біз дұрыс бағытпен қазіргі дамуды жалғастырсақ, дұрыс көзқарас жасай алсақ, дұрыс мамандар жұмыс істей алса, жалпы біздің ауданымызда жаңа айтқандай әлі болашақта мыңдаған туристер күнделікті келіп жататын жерге айналатынына мен сенімдімін. Енді форс-мажорлық заттар болып кетпесе, нәрселер болмаса, әйтпесе бізде ауданымызда бүкіл жағдай бар, тек соны дұрыс реттей алсақ, дұрыс жарнамалай алсақ, дұрыс күтіп ала алсақ, қонақтарымыз жалпы болашақта біздің Түлкібас ауданының туризмнен табатын табысы мол деп есептеймін. Осы тұста бір ерекше сұрақ қойып, сіздің азаматтық позицияңызды білгім келіп отыр. Жалпы қазіргі таңда көптеген турагенттіктер бар, жарнама жасау арқылы азаматтарды, жастарды табиғат аясына демалуға шығарып жатады. Дәл осындай агенттіктерге қандай бір пікір немесе бір ой айтар едіңіз? Анау заманың түлкі болса тазы боп шал деген бар.
қазір бар, жастар бар, қазір 5-10 мың теңгеден адамдар жинап алып, тауға 1000 адамды жинап алып, апарып, ақша тауып жүрген жастарымыз бар. Әрине олар ақшаның көзін тапты, бірақ өкінішті болатын бір нәрсе біздің өзіміздің елдің азаматтарының сұранысы сол деңгейден аспай тұрғандығында. Яғни барып, билеп, айқайлап, шулап, таудағы аң-құсты үркітіп, жерлер таптап қайтқаннан басқаға жете алмай тұрғанымыз, одан жоғары жүре алмай тұрғандығымыз бір өкінішті нәрсе. Бірақ мен сол ұйымдастырып жүрген, сондай турлар ұйымдастырып жүрген жігіттерге, қыздарға айтар едім, сол халықты жинаған мүмкіндікті пайдаланып, дұрыс тағылым берсе халыққа, билетіп, ойнатып, шулатып, оны күнделікті өзіміздің салт дәстүріміздегі тойда да көріп жүрміз. Сондықтан туризмді былайша айтар едім, саяхаттау мәдениетін жоғарылатсақ өз еліміздің азаматтарының арасында да. Өйткені білесіздер, біздікілер кейде барып, әдемі жерге барып, жаңағы кәуабын пісіріп, қоқысын шашып кетіп жататын жайттер өте көп, мыңдаған, күнделікті болып жатыр. Енді мен сол қоқыс шашқан азаматтарға да айтар едім, егер мен сондай туристік агент болып 1000 адам жинап шығып жатсам, енді ол өзің жерің ғой, өзіңнің елің ғой, өзіңнің ауылың ғой, сен неге оны шашуың керек? Кейде болады сондай мәселелер, бірақ ойлаймын, әлде сол агенттіктер жаңағы адам жинап жатқан дұрыс тағылым, дұрыс бағдар, дұрыс ақпарат бере алса, онда еліміздегі адамдардың, жалпы өз азаматтарымыздың саяхаттау мәдениеті көтеріледі. Осындай бір жеке тур агенттік ашу ойыңызда бар ма өзіңіздің? Енді тур агенттік демей-ақ қояйын, бізде жаңағы жеке кәсіпкер ретінде біз туроператорлар бізге шетелдік туристерінің ұйымдастыру мәселесін береді. Біз Түркістан облысы, Жамбыл облысы туристер келген кезде оларды гидпен, транспортпен қамтамасыз ету, кейде тамақтарын әперу деген сияқты мәселелерді өзіміз ұйымдастырып жүрміз. Оқырмандарға айтар жылы лебізіңіз, тілегіңіз болса, мархабат. Жалпы айтар едім, біздің Түлкібас аудан керемет жер. Өз елімізді, өз ауылымызды жақсы көре білейік, ауылымызды таза ұстайық. Шетелдік туристер болсын, басқа да қонақтар болсын, көрген кезде жымияйық, сәлемімізді берейік, қош келдіңіз деп айтайық. Жалпы ауданда әлі туризм дамиды, әлі бізге мыңдаған шетелдік туристер келеді. Сондықтан өзімізді, елімізді жақсы жағынан көрсете білуге шақырар едім барлығы. Рүстем аға, үлкен рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, жылы пікір білдіріп жатқаныңызға. Құрметті көрермендер, біздің кезекті эфиріміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар.